Адамзаттың басты қателігі не? Қожанасыр бір түйір жұмыртқаны орамалға түйіп алып, орталық алаңға шығып жар салыпты. Мына орамалда не түйілгенін тапқан жанға ұтыс ретінде 10 алтын теңге сыйлаймын, деп. Адамдар таңырқасып, бір-біріне қарап, оның ішінде не барын қайдан білеміз, біз көріп келемеспіз ғой, деп шуласыпты. Қожекең, бұл нәрсені көргенде естеріңе бірден тауық түседі. Бұның ортасы ақшыл сұйықтықпен қоршалған сары қоймалжың. Сыртында тез сынатын қабығы бар, деп жұмбақтың шешімін жеңілдетіпті. Халық орамалдың ішінде жұмыртқа бар екенін сезіп тұрса да айтуға күмәнданыпты. Жиналған халықтың әрқайсысы мүмкін орамалдың ішінде домалақ бір нәрсе бар шығар, мүмкін философиялық тұрғыдан айтып тұрған шығар. Оның ортасындағы сары дегені күнді білдірсе, қоршалған ақ сұйықтық мұхиттар мен теңіздер болса ше. Мен жұмыртқа деп айтып қалып, олай болмай шықса, бәрі мазақтап күледі ғой. Бұл есалаң қанша жынды десең де, ондай оңай сұраққа 10 алтын теңге тікпесе керек. Бұл жерде бір сыр бар, деп ойласа, біреулері жұмыртқа деп айтып 10 алтынды алып алсам, ол да аз ақша емес. Біреулер ұрып-соғып тонап кетсе қайтем? Қой, жөніме тыныш жүрейін, деп күні бұрын қорқып тұр. Соңында ешкім жауап бермегесін, Қожекең орамалды ашып жіберіп, жұмыртқаны көрсетті. Сіздер бәріңізде жұмбақтың жұмыртқа екенін білдіңіздер. Әйтсе де барлығыңызды айтуға жүрексіндіңіздер. Міне, адамзаттың басты қателігі. Ойыңды ашып айтудан қорқу, ұялу, жүрексіну. Құдай біздерге шешімі жоқ мәселе жібермейді. Тек адамдар шешуге жүрексініп, немқұрайлылық танытады. Содан соң Құдайға налиды. Әділдік жоқ, кедейлік көп деп. Мәселе Құдайда емес, басты мәселе адамдарда. Ойын ашық айта алмау, нық шешім қабылдай алмау, өзгерістен қорқу, деп сөзін аяқтаған екен.